Ал тағы да бір керемет бір маршрутты салайын. Ол маршрутта қасиетті мекенімізге бара аласыздар. Яғни әр мұсылманның арманы ол Меккеге бару, иә? Былай қарасаңыздар, енді 17 декабрь осы жылға енді әлі уақыт бар десеңіздер де, ертерек қамдана берсеңіздер болады. Енді мен маршруттын көрсетейін, қараңыздар. Ең бірінші Сауд Аравияға барасыздар. Джидда Меккеден 40 минуттық жерде орналасқан. Яғни сіздер міндет парыздарыңызды орындап, портқа отырып, порттан кейін Иордания, Шарм-эль-Шейх, одан кейін міне Египеттің қараңызшы 3 жерінде боласыз. Теңізде боласыз, сосын қайтадан Джиддаға келіп ораласыз. Оның арасында Иорданияны да көріп қайтасыз. Барлығы мұсылман елі, сізге ешқандай да бір кедергі келтіре қояды деп ойламаймын. 2 адамға небәрі міне каютамыз 531.116. Енді төмен түсеміз. Мынау сол корабль жайлы. Корабльдің ішінде не бар? Міне корабліміздің суреті. Мына теңіздің жағасына түсіріп қойған екен. Қазір тағы да не суреттер бар екен көрейік. Міне 5 жұлдызды кеме. Кеменің ішіндегі ойын сауық. Ол ойын сауық сіздің анау былай қарасаңыз ештеңкеден шеттен шықпайды бұл ойын сауықта. Ол жағын алаңдамай қойсаңыз болады. Барлық тәртіп, мәдениет сақталған.